Биыл отарлау саясатына қарсы азаттық қозғалыстың жарқын өкілі, қазақ халқының біртуар тұлғасы, ақын, күйші Махамбет Өтемісұлының туғанына 220 жыл толып отыр. Исатай Тайманұлының үзеңгілес досы, Бөкей Ордасындағы көтерілістің қаһарманы туралы Тапар-Кенті кітапханасы Махамбет Өтемісұлы Дауылпаз ақын атты әдеби досье ұсынады. Махамбет Өтемісұлы ішкі Бөкей Ордасының Бекетай құмында 1803 жылы дүниеге келген. Бала кезінен ұлы далаға аты мәшһүр ақындар мен жыраулардың шығармаларына қанық болып өскен. Заманына сай мұсылманша сауатын ашып, орыс тілімен қатар татар және араб тілдері меңгеріп алды. Болашақ ақынның әкесі Өтеміс Жәңгір Бөкей Ордасы хан қоршауына жақын ықпалды адамдардың қатарына кірді. Құран мен дипломатиялық хат алмасу тілін білу Жәңгір ханды Махамбетке ұлы Зұлқарнайынның тәрбиесін сеніп тапсыруға итермеледі. 1824 жылы ол 20 жасар Махамбетті ұлымен бірге Орынборға жібереді. Ақын Орынборда хан мұрагері тәрбиешісі ретінде шамамен 6 жыл өмір сүрді. Кейінірек хан Жәңгір мен Махамбет арасында қарым-қатынас шиеленісе түсті, содан кейін үзіліс болды. Жәңгір ханның Махамбетті өз жағына тартуға тырысуы сәтті болмады. Қарапайым халықтың қиын өмірі ақынның жүрегін билеуші топтарға деген ащы жек көрушілікке толтырды. Махамбеттің шығу тегі бойынша Жәңгір ханмен бір шеңбер болғанымен, дала өмір салтының әділетсіздігі бүлікші ақынды, оның бостандық пен теңдік үшін күрескен жүрегін қанағаттандырмады. Жәңгір хан өз сотынан Махамбетті алып тастады. Ал 1829 жылдың күзінде ақын қалмақ бекінісіне қамалып, 1 жылдан астам уақыт тергеуде болды. 1831 жылы ол қашып, хандық озбырлыққа қарсы көтерілісшілерге қосылып, осы көтерілісті басқарған Исатай Таймановтың жанында болды. Махамбет ауылдарды аралап, үгіт-насихат жүргізіп, халықты Жәңгір еліне қарсы көтерді. Исатайды шешуші қарулы күрес жолына итермеледі. Көтеріліс жеңіліске ұшырағаннан кейін оның басшысы Исатай Тайманов қаза тапты. Махамбет күресті тоқтатпайды, бірақ оның хандар мен сұлтандарға қарсы адамдарды да қайтадан көтеру әрекеттері сәтсіздіктермен аяқталады. Дала өлкесін басқарған патша шенеуніктері, олардың қазақ байларының қолбасшылары ақын мен бүлікшіні жасырын өлтіру жоспарын жасайды. Көтерілістің жазалаушылары мен басушыларының бірі Сұлтан Баймұхамед 1846 жылы өз адамдары Махамбет тоғысқан жерлерге жібереді де ақынның басын сатқындықпен кесіп тастайды. Ақынның үйі қирап, басы ставкаға жеткізіледі. Мен едім, мен өзім болдым деп ақынның өзі осы дүниедегі тағдырын осылай сипаттады. Махамбеттің шығармашылық мұрасы 100-ге жуық өлең, ол өз өлеңдерін жазбаған. Ақындар Шернияз, Бекет, Мұрат пен Лұқпан кейінгі ұрпақ үшін Махамбеттің поэтикалық мұрасын сақтап қалды. Махамбеттің Исатай Тайманов көтерілісіне дейін жазылған өлеңдері әлі белгісіз. Махамбет поэзиясы оның бүлікшіл рухы, бейнелердің тереңдігі мен қарапайымдылығы, поэтикалық таланттың күші, азаматтығы, халықтың бақытты мен лайықты өмір туралы армандары және сонымен бірге жалғыздықтың әсерлі тақырыбы қазіргі заманға терең сәйкес келеді. Махамбет поэзиясы бір кездері Батыс Қазақстан ақындарының шығармашылығына және одан әрі 20 ғасырдың көптеген ақындарының шығармашылығына әсер етті. Әдебиеттің өмір беретін қайнар көзі қазақ эпосы мен фольклорымен тығыз байланысты. Халықтың дүние танымын, көңіл күйін, ойлары мен ұмтылысын бейнелейтін ол 21 ғасырға қадам басып, қазақ әдебиетінің жарқын беттерінің бірі болып қала берді. Махамбеттің өмірбаяны мен шығармасын тереңірек білгілеріңіз келсе, кітапханаға келіп оқуға болады.